Біздің ғаламшардағы әрбір тірі ағза бірдей құрамдас бөліктерден құралған. Жасушалар. Олар өмірдің өте кішкентай әмбебап бөлшектері. Жасушаларды микроскоппен қарау арқылы көруге болады. Шын мәнінде олар химикаттар мен судан тұратын кішкентай қойма. Жасушалар түрлері өте көп, және олар әртүрлі қызмет атқарады. Бірақ барлық жануарлар мен өсімдіктердің жасушалары бірдей ерекшеліктерге ие. Бұл жануардың жасушасы. Жасуша жарғақшасы жасушаларды қоршайды. Сол арқылы іштегі және сырттағы заттардың қозғалысын бақылай отырып, кедергі келтіреді. Жасушадағы сұйықтық цитоплазма деп аталады. Және дәл осы жерде көптеген химиялық процестер жүреді. Цитоплазмадағы үлкен домалақ құрылым ядро деп аталады. Ол жасуша қызметін бақылайтын өмірлік маңызы бар генетикалық ақпараттан тұрады. Ақуыздар ядроның сыртында орналасқан рибосома деп аталатын кішкентай құрылымдар арқылы жасалынады. Цитоплазманың ішіндегі дақты құрылымдар митохондрия деп аталады. Олар қоректік заттан энергия алу үшін оттегін пайдаланатын, яғни тыныс алу процесі кезінде қолданылатын жасушаның шағын электр станциялары. Өсімдік жасушаларына да осы ерекшеліктердің барлығы тән. Бірақ олар бұдан басқа үш негізгі құрылымға ие. Жасуша қабырғасы жасуша жарғақшасының айналасында орналасады және өсімдік жасушалары мен ұлпаларын күшейтеді. Хлоропласттар хлорофилден тұрады. Оны өсімдік жасушалары жарық энергиясын тұтыну үшін пайдаланады. Тұрақты вакуоль гиалоплазма деп аталатын сулы сұйықтықпен толтырылған. Өсімдіктің вакуолі тұздарды, құнарлы заттарды, ақуыздар мен пигменттерді сақтайды. Сондай-ақ маңызды құрылымдық рөл атқарады. Жануарлар мен өсімдіктердің адам нанғысыз түрлілігі осындай бірдей құрамдас элементтерден пайда болады. Жасуша өмірдің кілті.